Құрметті оқушылар, данышпан, дана, ақын, ойшыл, дана ғұламаларының бірі, қазақтың біртуар биік тұлғасы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған сынып сағатымызға қош келдіңіздер. Өлмейді оның артында сөз қалдырған деп төрелігін өзі шешкен Абай бүгін жарқын бейнесіне жалынды жырымен де бізбен бірге. Абай әлемін бүкіл дүниеге таратушы Мұхтар Әуезов. Мен Абай тереңінен шөміштеп, қана аштым деген екен. Ал біз ұлы ғұлама тереңінен бас қойғанымызбен тек қана сол тереңнен дәм тарттық қой деп ойлаймын. Абайды қазақтың ақылына балаймын. Туап тұғын алдында ғасырына балаймын. Ақылының нұры бар, қазағы бар Абайдың. Жан аланы нұры бар, жан аланы мұны бар, қазағы бар Абайдың. Әрине, Абай атамыз туралы айта беру артық емес. Бір қарағанда таныс тақырып, таныс бейне секілденгенмен, ол туралы білетініміз тым аз ау. Ұлылықтың сырына қанық болғымыз келсе, даралықтың қандай болатынын ұғынғымыз келсе, дана Абай әлемін шарлап қайталып, құрметті халайық. Жаманға жар деген ақ ән көрінер, жақсы ән бізде айтуға кім ерінер. Жағымды ән тыңдаса, жаны еріп, жабырқаған көңілі көтерілер. Выхожу один на дорогу, сквозь туман к немистый путь блестит. Ночь тихо, пустыня внемлет Богу, и звезда звездой говорит. В небесах торственно и чудно, спит земля с сиянием голубым. Что ж мне так больно и трудно, жду ли чего, жалею ли о чем? There is pleasure in impermeable forest. There is pleasure on the deserted shore. There is sight where no one enters. There is the deep sea and music in its roar. I love not man less, but nation, more firm combination of earth in which I stay everything that I can be always before, in order to match what's in the universe and feel what I can't express, but I can't hide everything. Лақтан кіріп ойдалар, әсем әмен тәттігі, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең меншесі. Жалпы саны 45 бөлек шығармадан тұратын Абайдың қара сөздері тақырыбы жағынан бір бағыты жазылмаған әрі алуан. Оның 6-7 үлгісі қысқа болса, қайсысы біреуі мазмұн, тақырып жағынан өзгешелеу, ауқымды болып келеді. Абай өзінің қара сөздерінде шығарманың ажарына ғана назар аударып қоймай, оның тереңдігіне, логикалық мәніне зор салған. Абайдың көркемдік, әлеуметтік, гуманистік және дінге көзқарастары терең білінген еңбегі. Қара сөздері. Абайдың қара сөздері Ғақлияұлы ақынның сөз өнеріндегі көркемдік қуатын, философиядағы даналық дүниетанымын даралап көрсететін классикалық стильде жазылған прозалық шығармасы. Бәр ғұмырын әдебиетке арналған, ақиқаттың ақ жолына таймаған, ұлт пен тілдің болашағын көп ойлап, жас ұрпақтың ар-намысын қайраған. Өлім мен өмір, адам жанының қалтарыстарын, қатпар-қатпар сырларын, тіршіліктің мәңгілік сауалдарына жауап іздеп, ғаламның 18 мың құпиясын білгіңіз келсе, Ұлы ақын ағартушы Абай музыка саласында айтарлықтай мұра қалдырды. Өзінің асыл өлеңдерін, қара сөздерін қағаз бетіне түсіріп, кейінгі ұрпақтарына жазып қалдырсам, музыка жөнінде оның мүмкіншілігі болмады. Өйткені Абай өмір сүретін кезеңде музыканың жазба мәдениеті жоқ еді. Тек ауыз дәстүрлік қалыпта еді. Сондықтан Абайдың өлеңдері басқа халықтың ән күйлері сияқты ауыздан ауызға, заманнан заманға ауыса отырып жетті. Абайды оқы,